награждается Мендыбаев Абзал Мендыбаева. Под ваши дружные аплодисменты. Мендыбаев Абзал Мендыбайұлы, Маңғыстау облыстық мәслихат депутаты, Қазазот акционерлік қоғамының Шағырлы Шөмішті филиалының директоры, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын созудан шаршамайтын азаматымыз. Марапатыңыз құтты болсын. Туған өлке аталымы бойынша 3-ші дәрежелі дипломмен Темір Мұсаев марапатталады. Мұсаев Темір, Мұнай өзен сервис КАН жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, қалалық мәслихат депутаты, жыл үздігі 2017 Жаңаөзен қаласы әкімдігінің байқауының жыл адамы 2017 номинациясының лауреаты, республикалық, облыстық және қалалық деңгейінде көптеген құрмет грамоталармен, алғыс хаттармен марапатталды. Жаңаөзен қаласына қарасты Теңге ауылында Дипломом 3-й степени в номинации «Жыл тұлғасы» награждается Есенгелдина Толқан Сәкенқызы. Есенгелдина Толқан Сәкеновна, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі, Лондон қаласындағы экономика мектебінің саяси экономика магистрі, өңірімізде ұйымдастырылған республикалық сарқыт, сыбаға, шашу қайырымдылық акцияларына белсенді атсалысып, ірі көлемде қайырымдылық жұмыстарына алғыс айту күнінде мектепке жол акциясы кезінде қаржылай көмек көрсетіп жүрген жас кәсіпкер. Құттықтаймыз. Жылдың үздік ұйымы аталымы бойынша 3-ші дәрежелі диплом Оғланды Бекет ата қоғамдық қорына беріледі. Сахнаға қордың төрағасы Тұрғанбай Қажы Сәулеұлы шақырылады. Тұрғанбай Қажы Сәулеұлы, Оғланды Бекет ата қоғамдық қорының түрлі қайырымдылықтарын белсенді пайдаланып, Қарақия ауданы, Мұнайшы, Жетібай ауылдарындағы аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жан асырап отырған отбасыларға 10 пәтердің кілтін табыстаған. Дипломом 3-й степени в номинации «Ерен Еріктілік» награждается Сейдов Орынбасар Асамбайұлы. Под ваши дружные аплодисменты. Кедергіге жол жоқ акциясы аясында мүмкіндігі шектеулі жандардың жолда жүруіне ыңғайлы жағдай жасап, пандустар орнатып, жыл сайын Жаңаөзен қаласындағы аз қамтылған отбасыларға қайырымдылық көрсетіп жүрген жас мұнайшы 2017 жастар номинациясының лауреаты, республикалық, облыстық және қалалық деңгейінде көптеген құрмет грамоталары мен алғыс хаттардың иегері. Рахмет, Сәуле Бердіханқызы, залдағы орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Құтты болсын марапаттарыңыз.